Сәлеметсіздер ме? Біз Хакимжан Ернияз және Болатжан Төле 9-шы сынып оқушылары Железный человек фильмінен Тони Старктың көмекшісі, яғни Жарвис жасанды интеллект системасын жасадық. Бұл Жарвис системасы адамға ұқсайды және адам сияқты өзін адам сияқты ұстай алады. Мысалы, адамдарды көреді және сөйлесе алады. Бұл зат, бұл микрофон, яғни бұл микрофон, бұл адамның құлағы сияқты жұмыс істейді, ал мынау адамның көзі. Және оның ішінде адамның аузы сияқты диктофон бар, дауысын бәрін шығаратын. Қазір жаңағылай көргендеріңіздей, бұл жерде адамдардың түрлерін танып тұр. Мысалы, менде шықсанда осы жасыл төрт бұрышпен менің бетімді қоршайды. Және біз оған сұрақ қоя аламыз. Мысалы, қазір Жантөре сұрақ қояды. Hello, Jarvis. Енді осылай кішкене задержкамен жауап береді. Тебе жасанды интеллект запросы. Емана, не? I've taken the liberty of storing relevant cultural data for future events. What do you know about Kazakhstan? Қазақстан туралы не білесің деп сұрадық. Көрейік не жауап бере жатыр. Familiarity with Kazakhstan, sir. Yes, I've got a considerable amount of information on the country, including its geography, politics, and culture. I've been assisting Tony Stark with various international projects, after all. Вот міне айтып жатыр, мен Тони Старкпен халықаралық проекттер жасағам және сол үшін Қазақстанды білем. Қазақстанның табиғаты өте жақсы ел деп солай мақтап жатыр Қазақстан. Және де біз осы роботты класстың ішінде қолдана аламыз. Мысалы, осы роботты апайдың үстіне қойсақ, мұғалім оған сұрақ қойып, ол жауап беріп, оқушыларына түсіндіре алады.